Қайырлы күн достар, амансыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен қазақша каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Бүгін сіздермен қызылшаның пайдасы туралы айтатын боламын. Қызылша дәрумендерге бай, өте пайдалы көкөніс. Құрамында бетайын артық салмақтан арылуға көмектеседі. Ал шырымның бірін емес, бірнеше дертке дауа. Тұмау, суық тию ауруларын емдейді. Қызылша ағзадағы қабыну процестерін тоқтатады. Тамақ ауырғанда қызылша шырыны ем болады. Тамақ қызарып, жөтел асқынғанда қызылша шырынымен тамақты шаю керек. Қанды көбейтеді. Қан құрамында гемоглобин төмендегенде қызылшаны көбірек тұтынған жөн. Бұл көкөністен неше түрлі салат жасауға болады. Қанды көбейту үшін 1 стакан қызылша шырынымен 1 ас қасық таза табиғи балды араластырып күніне 3 рет ішеміз. Сондай-ақ жоғарыда қан қысымына шипа болады. Қызылшадағы табиғи нитраттар қан тамырларын кеңейтіп артериялық қысымды төмендетеді. Бауыр мен асқазанның жұмысын жеңілдетеді. Егер күніне 3 рет қызылша шырынын ішсеңіз, бауыр ауруы сізді мазаламайды. Қызылшаның құрамында бетайын бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Сонымен қатар өт жолдарына, асқазан ауруларына және сары ауруды емдейтін қасиеті бар. Қызылша іш қатудың алдын алады. Достар, менің каналыма тіркеліп, үлестеріңізді қоса кетіңіздер.